Менің анамды көрдіңіз бе? Ол қорғансыз болатын. Одан әкем мені тартып алып қаңғытып жіберді. Қазақстанда деп естіп іздеп келемін деді бозбала. Олар Түркиядан ұшып келе жатты. Жанындағы әкесі бір кездегі қатыгездігінен Құдайдың қаһарына ұшыраған ба, арбаға таңылыпты. Мүгедек демесең таптаса киінген, келбетті сырбаздығы сыртына теуіп сызданады. Қос дөңгелекті арба ұшақтың бизнес-класс бөлімінің кең алаңқайында тұрды. Еркектің белінен төменгі жағы қара барқыт матамен оралған. Баласы жанындағы орындықта әкесіне анда-санда бірдеңе деп тіл қатып, әлденен түсіндірген болады. Ал ол ұзақ жолда өздігінен бір тіл қатпады-ау сабазың. Кейін білдім, тілі жоқ екен. Құлақ естиді, газет қарап кітап оқып келеді. Мен баланың оң жағында отырдым. Ұшақтағы 5 сағаттық аспан жолында бұрыннан сасық адамдардай тіл табысып кеттік. Алдымен жөн сұрастық, одан Қазақстан мен Түркия жайында пікір алмастық. Бозбаланың тілі қазақшаға жатық, өзі кісі жатырғамайтын ашық, аңқылдаған ақкөңіл екен. Парижде Сорбонна университетінде оқиды. Француз, ағылшын, неміс, түрік, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін. Ана тілімді сүйемін деді. Есіме өз туған топырағында тұрып, ана тілін сөйлей алмайтындар түсті. Мына балаға деген құрметім шексіз болды. Киім киісі еуропаша болғанымен, кескін келбеті қазақ жігітінің сұлтаны екендігін көрсетеді. Ана отырған әкесінің жас кезіндегі көшірмесі, сөйлегенде тілі майда, білімі терең. Менің ұлым болса ғой шіркін деп, әр қазақтың әйелі армандайтындай ұл. Айтуынша анасынан туа сала тірідей айырылып, есі кіргенде өзі іздеп келеді. Алланың сорлы әйелге осындай саналы бергеніне шүкір. Қазақстанның қай түкпірінде екен, алыста қалған ұлын аңсап жүрегі қарс айылып жүр ме екен, өзі тірі ме екен деп ойлап қойдым. Апай, маған анам табуға көмектесесіз бе? Менің анам сізге ұқсайтын сияқты. Ес біліп анамды іздей бастағанымнан қазақтың әйелі дегендерге сағынышпен қараймын. Анама бір ұқсастық іздеймін. Әлі күнге ешқайсысы дәл сіздей жақын әрі жылы көрінбеді. Сізді әуежайдағы шетелдік төлқұжат тексерген жерде байқадым. Көрдім де қалт тұрып қалдым. Жүрегім осы сенің анаң дегендей қатты соқты. Сіздің балаларыңызға қазақша сөйлеген дауысыңызды естіп жүрегім елжіреді. Мендегі анаға деген сағыныш аңсау алқымға тығылып, тас түйін болып қалады. Жанарымда ыстық жас келді. Әкеме, менің анама ұқсай ма, жаныма жақын көрініп тұр дедім. Иә, сенің анаң осы кісі қатары шығар. Мен көрмегелі де ширек ғасыр болды ғой. Аман болса осындай қартаяр еді дегендей сізге қарап таңырқап қалды. Айтуға тілі жоқ, жанарымен ұқтырды. Екеуміз ұзақ жылдар сақтап келе жатқан анамның жас кезіндегі жалғыз суретін алып қарадық. Деп маған төс қалтасынан бір өте қымбат зат ұсынғандай қарақ түсті есіркеп қалған карточканы шығарып ұсынды. Жапон әншісі Мэри Матеден басталған Сун шашқой өксіндегі менің заманымның бойжеткені маған қарап тұрды. Ақ жағасының шеті шідірленген, киім үлгісі өте ғасырдың 80 жылдарының аяғына хабар береді. Аялы қоңыр көздері жуас жаратылысы момын адам екендігін танытады. Тәмбіш мұрны да мінезінің тік бір бетке емес, жұмсақ жаратылыс иесі екендігін сездіреді. Мынау бір момын байқұс қой, сонысынан ұлынан айырып жүрген шығар. Мына кінәсымақтың отырысы жаман тартып алған шығар деген ой келіп мүгедек болса да жақтырмай қарадым. Ол қорғансыз болатын. Әкемнің туыстары қаңғытып жіберіпті. Қазақстанда деп естіп іздеп келемін. Құдайдың кездестірген шығар, сізді бірден анама ұқсаттым. Біз жолға жиналғалы 3 жыл болды. Бірақ саты биыл әрі осы жол түсті. Әрі сізде бірден анам сияқты көрініп кеттіңіз деп жан дүниесімен ақтарылған жігітке менің шынымен де көмектескім келді. Құдай бізді тең кездестірмеген шығар. Мына баланы анасымен табыстырып сауабын алайын. Байқұс әйелге ұлын таптырып алып қаңғытып жіберген ана мақұлықтың абыройын төгейік деп бар ықыласыммен әйелді іздеуге араласайын деп шештім. Ұшақтан түсе олар мейманханаға тартты. Телефон алмасып, мен күтіп алған балаларымның үйіне тарттым. Отбасымен табысып, сағынышымызды бөліскен соң, күйеуіме естігенімді айтып едім. Ол сен-ақ осындай бір оқиғаларға ұшырап жүреді екенсің деп мазақтап сенбеді. Ертесінде жұмысқа келіп әріптестеріме айттым. Анасын іздеп жүрген ұлдың мақсатын. Олар енді әйелді қалай іздеп табудың жолын бәріміз ойластырдық. Естияр бір ағамыз, сен алдымен барлық болған оқиғаны нақтылап сұрап ал. Шамамен қай қалада, не облыста тұрған болжа, Түркияға барған ба, не осында туғызып баланы алып кеткен бекен. Анықта. Содан соң хабар арнасына барып, қайдасың бауырымда жүргізетін қымбат досжан тауып алып, іздестірушілермен кездес деп жөн көрсетті.
Сол бақытпен ескесе жөнелдім. Алдымен әкелі балалы тоқтаған мейрамханаға келдім. Мені Ертуар анасы іздеген ол қуана қарсы алды. Тоқтағандары үлкен апартамент екен. Әкесі де арбасын жылдамдата бастырып ұзын дәліздің бойымен жаныма жетіп келді. Маған күле қарап қолын ұсынды. Қазақтың бір қызын қаңғытып бауыр еті баласын тартып алған жексұрынның қолын ұстағым келмеді. Бірақ ата салттан асалмай ұсынған қолды қақпадым. Қолы мақтадай жұмсақ, ақ саусақ екен. Киген киімдеріме мына тұрған жайларына қарап, Түркиядағы ауқатты қазақтар екенін бағамдадым. Жағдайы жақсы болған соң, оқу іздеп не жұмыс істеп барған менің отандасыма бала таптырып алып қуып жіберген ғой деп өкпем қара қазандай. Ертуар бөлмесіне мейрамхананы көшіріп алып келгендей етіп дастархан жасатты даяшыларға. Тамақтан отырып әңгімелестік. Мен алған бағытымды түсіндірдім. Ертуардың қуанғанынан ес шығып отыр. Әкесі де сөзі тыңдап, бәрін түсініп, жанары нұрланып, менің әр сөзіме басын ие береді. Бір кезде ұлына егімен ішкі бөлме нұсқай былғар сөмге алдыртты. Оның жез ілгектерімен құпия құлпын ашып, ішінен әдемі блокнот шығарды. Мен оның бипазданған әрбір қимылын бақылаудамын. Еркек әлгі блокнотын маған ұсынды да ұлына ыммен бірдеңе білдірді. Әкем мұнда бәрін жазғанмын. Егер латын қарпін танып оқыса, оқып шықсын, бәрін түсінеді деп маған аударып берді. Блокноттың өте әспепті екенін, сыртындағы алтын жалата жазылған Түркия деген жазумен ағаш теңіз бейнеленгенін байқадым. Мұқабасы қызғылт, көң қағаз, сарғыштау, қымбат қағаз екен. Ұсынып отырған соң алдым. Латын жазу ешіктеп оқи аламын, дедім. Еркек қуанып кетті де оны жанарының отынан байқадым. Ертуар мені сыртқа дейін шығарып салып таксиге мінгізіп жіберді. Мен блокноттағы сырды оқығанша үйге асықтым. Табалдырықтан аттаған киімді жүре шешіп, блокнотты қолға алдым. Бас алмай оқып шықтым. Сонымен мен ата-бабамның топырағын, Қазақстан тәуелсіздігін алған соң іздеп келе бастадым. Бұл Алтай асып, қаңғырып, Памир басып, қырылып, Анадолу жеріне жұрнағы жеткен бабаларымның асыл мұраты, аналарымның асыл арманы еді. Азаттықтың таңы атқан қазақ туының желбірегенін біз көретін болдық. Ата-баба топырағын біз басатын болдық деп қуанған әкем мені ертіп Алматыға тартты. Әкем Түркиядағы терең деп жүн иірумен айналысатын ауқатты қазақ еді. Қазақстандағы бауырларымыз сол кісінің сыртынан естіп, мақтанып естіп жүретін екен. Келгеніміз естіп құшақ жая қарсы алды. Жалғыз тұяғы баба топырағын бастырған әкемнің шаттығында шек жоқ. Игі жақсы қазақтар әкемді күн үйіне шақырып, тұрмыс тіршіліктерін көрсетті. Алдағы жоспар, арман тілектермен бөлісіп, арқада жарқамыз. Мен де ағайындардың өзім қатарлы бозбала бойжеткендермен танысып, достасып, бауырлармен тез тіл табысып кеттім. Күндіз Алатаудың бауырындағы әсем қаланы тамашалап, кешке қарай жастарының бас қосуларына барамыз. Сөйтіп сайранып жүргенде таныстым ғой Толғанаймен. Алып бара жатқан сұлулығы жоқ, монтиған ғана ақ көңіл қыз еді. Мұғалімдік институтта оқитын. Айтуынша ата-анасы қарттар өте алыс ауылда тұрады екен. Болашақ тағдырым ба, баламның көре жарығы ма, әкемнің ортасы әйгілі қазақтардың қыздарымен таныстырса да табысып кете алмадым. Не тапқанымды, не тартқаным қайдам. Албырт көңілді асау сезім арбап, Толғанайдан басқа ешкім көзіме көрінбей қойды. Әкем бір ай туған жердің топырағын басып, елді аралап, сағынышын басып қайтып кеткен. Түркияға мен келіндегі оқуым басталғанша тағы бір айға қала тұрдым. Жастардың ортасында әкем Қазақстан мейманханасынан бөлме жалдаған еді. Сонда қалдым. Үлкен кісі кеткен соң, сонда Толғанайды алып келдім. Ол маған ессіз ғашық ба, білмеймін. Не істесем де көне береді. Мен айтқаным оған заң. Ол кез екеуміз де 20-ның маңайындамыз. Жастық, мастық дегендей, алды-артымызды ойламаймыз. Қыз болып, ол бәлсінбейді. Ертеңгі күнім не болады, абыройым не болады демейді. Күндіз де түнде де менің қойнымда. Оған үйленем, елім алып кетем деп жүрген мен жоқ. Ала жаздай бірге тұрдық та, мен оқуыма кеттім. Телефонмен хабарласып тұрдық. Қысқы демалыста іздеп келдім. Бір түрлі сағынып кеттім. Сірада сезім болған шығар. Әйтпесе сол кеткенде кете берсем, мен іздемеген Толғанай таппайды ғой. Телефонмен сөйлесіп жүргенде ештеңе айтпаған еді. Қарсы алғанда бірақ білдім, екіқабат екен. Іші білініп қалыпты. Мені көріп қатты қуанды. Енді қайтесің десем, білмеймін деп мұңаяды. Сенің балаң ғой, аласың деп айтпайды. Енді мен уайымға түстім. Қанша айтқан, мен Еуропада оқып біраз нәрсені біліп қалғанмын ғой. Әр қыздан 3-4 жас үлкендігім де бар. Ол ауылдың аңқау қызы тастап кетіп, кері қашып кетуге арым бармады. Түсік жасатайық деп едім, болмайды, ол қимылдайды ғой дегені.
Қимылдайды дегенде жүрегім елжіреп кетті. Мен анадан жалғызбын. Шешем сенен кейінгі бала түсіп қалды да басқа көтере алмай қойдым деген. Жылайтын. Әкемнің екінші әйелінің 6 қарындасым бар. Анамның көз жасы есіме түсіп, сен оқуымды Түркиядан аяқтайтын болдың деп ата-анаңа алып кетейін, сонда босанасың дедім. Бар тапқан ақылым. Сонда да байқұс қыз маған үйленесің бе деп сұрамайды ғой. Бәріне мақұл. Жалғыз кетіп іштегіммен шөгіп оралдым. Мен әке-шешем әрине ренжіп қарсы алды. Сонда айттырып қойған қыз бар еді. Әкесі беделді болған соң әкем қызын алуға маған бұйырған. Басым дал болды. Маған Толғанайды қоспасы анық. Енді қайтеміз дей бергенінде анама ол еркекке қарсы келе алмаймын жылай берді. Толғанайды бәйбішесімен менің анаммен тұруға үкім шығарды да мен әкем келінге өзі әкеліп салды. Босанған соң баланы алып қалып, қызды қаржымен еліне қайтарамын деп оған дейін деді. Оралушымы деп әмір берді. Қабақ қатулы, баласының шала ісі жанын жеген әке қош деместен мен сабақта жүргенде кетіп қалыпты. Толғанай мамырдың ортасында босанды. Менен кейін шаңырақта болмаған жақсылықты шақырып ұл босанды. Әкем өзі хабарды даусынан қуанып тұрғанын байқадым. 6 қыздан кейінгі әулетте туылған еркек кіндік. Сол қуаныш үшін Толғанайды қайтармас деп ойладым. Оны ішімде қимайды. Қалай болғанда да әкем алдымен өз айттырған қызды алдыртатын белгілі. Өлмей аяғымен келген немені менің төсегіме жолатпасы, бәйбішелікке алдырмасы анық. Толғанайды көрсе көңілі бұзылады деді де мені оқуды жалғастыр деп мұхит асырып Америкаға жіберді. Менің бишаралығым айтқаннан шығар алмай кете бардым. Анаммен хабарласып жағдай сұрасам, баланы 3 күн еміздіріпті де бауыр басы иіп кетеді деп Толғанайды Қазақстанға қайтарыпты. Қолдан келер қайран жоқ, іші қазандай қайнайды. Тек әкеме телефонмен, анасы обал емес пе, балаға да қиын деп міңгірлеп едім. Басың жас, әлі талай қатын аласың. Ана бейшара шешеңе Құдайдың бергені шығар, алданыш етсін, сен алқыса жүргенде. Атын Ертуар қойдым, бұл менің кенжем енді деп шорт қайырды. Тағы бірдеңе деуге менде қайбір күш бар, тістеніп қала бердім. Сол кеткеннен ақштан 1 жылдан соң бірақ оралдым. Құрылыстың дәурені жүріп тұрған заман еді. Сол саланы терең меңгеріп алу үшін бар күш-жігерімді салып оқып оралдым. Әкемнің мерейі өсіп мәртебеленіп қалды. Мені дереу досының қызына үйлендірді. Менің тұңғышым әкемнің кенжесі Ертуар ханзада қолда-аяққа тұрмай жүгіріп жүр. Анамның жаны соның үстінде. Мен ес білгелі жанары тұнжырап, үйді күйбің тірлігінен босамайтын бейшара ананың өміріне мына сәби өз сәулесін төккен байқадым. Оған қараған сайын Толғанай есіме түседі. Аяп, елжіреп, есім алып, қайда жүр екен деп ойланып кетемін. Арым іштей жанымды жеді. Біздің шаңырақтың бар қызығы қуанышы Ертуар. Әттең сол қызыққа оның жарық дүниеге әкелген ананың ортақ болмайтын жүрегімді ауыртады. Алланың оған берген бақытын біз адамдар тартып алдық. Әкем алып берген келіншегімдей момын болып шықты. Үндемейді, үй тірлігімен айналса береді. Күні бойы маңыма жоламайды, тек түнде төсегіме келеді. Сөйтіп жүргенде 2 қызға әке боп та қалдым. Бұл кездері әкемнің дәулет дөңгеленіп еселене түсті. Сәті түсіп Қазақстаннан мейманхана ғимаратын салатын тендер ұтып алдық. Мен басшы ретінде ата жұртқа жиі барып тұрдым. Іштей үнсіз Толғанайды іздеймін. Оны танитын бір адамды білмеймін, сұрастыратындай. Баяғыда қайда оқитынын анықтап сұрамаппын да, ортақ бір танысым жоқ екен. Содан көшедегі әйел атаулыдан Толғанайға ұқсастық іздей беремін. Ол жуас еді ғой. Жүнжіп ауылына кетіп қалған шығар. Мынау мегаполисте бір жанашыр жоқ болатын деп ойласам көкірегім қарсы айырылады. Толғанай ішімдегі бітеу жараға айналды. Мейманхана құрылысын аяқтап, абыроймен тапсырған соң Қазақстанға келуді қойдым. Стамбулдағы тірлігім жақсы жүріп, соған алданып кеттім. Бірақ өтіп жатқан өміріме көңілім толмайтын. Бір жоғым бар сияқты болатында тұратын. Достарыммен қадырсам көбейіп саяхаттардан, жоспарлардан басым босамай жүретінмін. Сол шабылыстардың бірінде жол апатына түстім. Көп асқанға бір тосқан болды ма, әлде Толғанайдың көз жасы ұрды ма, 2 аяғым белден төмен істемей сал болдым. Көзі көреді, құлағы естиді, бірақ тілден айырылдым. Әкем Еуропа топырағында апармаған, клиникасы қаратпаған дәрігер қалмады. Анам байқұс жылап еңіреп жүріп емші балгерде сүйреді. Ешбір дауа болмады. Әкем менің дертімнен чөп қалды. Екеуміздің де ендігі бар үмітіміз Ертуар болды. Жақсы жігіт болып өсіп жатқаны көңілімізге қуаныш. Париждегі Сорбонна университетінде білім алып жатты. Ертуар кішкентайында апамнан тудым деп жүрегіне мүшелге шыға анасын іздей бастады.
қатындар жүрген жерде сөз жата ма? Анаңды атаң, әжең, әкең бірігіп сені туғызып алып Қазақстанға қуып жіберген деп құлақтандырып қойса керек. Апасының жанын жеп сұрай берген соң анам, ол сені тастап Қазақстаннан қашып кетті. Әкең ол кезде ақшта оқып жүрген деп мені қорғаштап бірдеңе айтыпты. Сонда битімдей бала басына күн тумаса ешбір ана өз баласын біреуге беріп қашып кетпейді. Бұл соғыс заман емес, яғни оның басына күн туған. Мен оны тауып алып анығын білемін депті ғой. Түйсігін қарасаңызшы. Анам есі шығып біраз күнге маған айта алмай жатты. Содан болған жайды әупірімдеп жүріп әкеме жеткіздік. Ол күшідей қаһарда қайтып аурудан аруақтай болып қалған еді. Әйтеуір сол баладан айырып қалмаңдар, сорымыз қайнап қалмасын. Шындығын айтып табылса шешесін тауып беріңдер, соның көз жасы шығар мына халіміз деді. Бір кез айға атылатындай арыстандай болған қайран әкем дауысы дірілдеп, міне содан бері оның анасы толғанайды іздеумен келеміз деп аяқтап жазбаны. Ежіктесем де соңына шыққанша сөз жасамай түгел оқып шықтым. Бұл кісі маған беру үшін түнімен жазып шықпаған шығар. Баяғыдан ақ қағазға жан дүниесіндегі арпалықты ақтарып жүрген ғой шамасы. Сәресімді ішіп алып Тәуелсіздік даңғылдағы хабар арнасының бас ғимаратына тарттым. Сұрастып жүріп қымбат сіңілімді тауып алып танысып барлық сырды ақтардым. Еркектің қолжазбасын көрсеттім. Қымбат Толғанайдың суретін алып келіңіз, ұлы келіп іздеп өтініш жазсын деді. Мен Ертуар мен әкесі тіпті даладан қарсы алды. Екеуі мейрамхананың маңындағы саябаққа қыдырыстап жүріпті. Жазбасын оқып жағдайын түсінді деді ме. Еркек бұрылдай төменшектемей жанарын жанарыма қадап қолымды екі алақанымен ортасына салып қысып амандасты. Ертуар анасын түбінде мені тауып бере деген сенімде жүр. Түс әлпетінде Толғанайдың суретін алып бала екеуміз телеарнаға бет алдық. Апай суретті көз шыртып, берекші айтпес анамнан қалған жалғыз көз ғой деді. Көңілі қобалжыған ол. Біз өзі бір көрмеген тастап кетті дегендердің сөзіне сенбей, анасын шырылдап іздеп жүрген баланың адамгершілігіне разы болдым. Әйтпесе ішкен алдында, ішпеген артында, молшылықта өскен әлем мойнындағы 6 тілдің 4-еуін таза сөйлеп, Европа мен ақштың ең беделді оқу орындарынан білім алған жігіттің бойындағы қазақылық есіп тұрды. Басқа бір санасыз көкірегін сәулесі жүрегінің мейірі жоқ біреу болса, барына намыстанып ішіп жегеніне көргеніне мәз болар ма еді? Мен тастап кетті ғой, несін іздеймін деп елдің сөзіне сенер еді деп қайта шешесінің өшпенділігі өсе түсірмеді. Әл-Фарабидің тәрбиесіз берген білім қауіпті деген сөзі бар. Ертуарға жақсы біліммен бірге жақсы тәрбие берген атасы мен әкесінен жылы жүрек салқын ақыл сыйлаған Алладан айналдым. Қымбат та бізді көргеннен қуана қарсы алып қолжазбаны оқып шыққанын айтты. Суреттің көшірмесін беріп, өтініш толтырып, іздеуші ұлы мен әкесі ата-әжесінің суреттерін қоса тапсырып қайттық. Есіме Айқын газетінің басшысы Нұртөре Жүсіп мырзаға айтсам қайтеді, суретті жаратса қолжазбам біреу болса біреу танып қалар деген ой түсті. Жазған қолда жазық жоқ. Ертуарды жетектеп алып Айқын газетінің редакциясына келдім. Бас редактор Нұртөре Жүсіп қайным еді. Мен келет дегеннен газеттің қым-қуат шарасын қия салып, қарсы алды. Айналайын. Ертуарды таныстырдым, қолжазбаны бердім. Суреттің көшірмесін қоса тапсырдым. Ұлтжанды, адамгершілігі зор, көсем сөзші емес пе? Жағдайы бірден түсініп, орнына қайта тұрып, Ертуарды бауырына басып, маңдайынан сүйіп амандасты. Жеңеше, бүгін газетті алдыңыздар ма деп таң азаннан жарқылдап телефон соғып тұр ғой. Ертеңінде анасы іздеген азамат деген тақырып айқайлаған мақала газетте жарқ етті. Толғанай мен Ертуардың бейнелері ортасына басылды. Ішінде қолжазбаның жалын толғатар тұсынан үзінділер де бар. Нұртөре Жүсіптің жылдамдығына, сөз толғауының шеберлігіне таң болдым. Түс ауа барған бізді сырымыз таң атқанша тасқа басылды да таң ата оқырман қолына тиді ғой. Міне, журналистік жылдамдық, ой шұқырлық дегеніңіз техника заманмен үндесіп жатты. Ғимараттың төмен қабатындағы дөңгіршектен газеттің 5 данасын сатып алып Ертуарға құстай ұштым қуаныштан. Алла ісімізді оңдайтын шығар деп, Ертуар құшақтап, сүйіп, әкесі қолын маңдайымнан тигізіп, газетті кеудесіне басып мәре-сәре болды. Сенбідің кешінде қайдасың бауырым аналы балалы екеуінің суретін көрсетіп, тарихтардан көрерменді құлағдар етті. Содан көңіліміз күпті, бір сүйінші хабар күтудеміз. Өзім жоғалған ұлымды тауып алатындай толғатып жүрмін. Жер түбінен жеткен ұлдың үміті мен бар шаруамды тастап шапқылаған еңбек мақталыс екен. Күйеуім, балаларым бәрі тілектес болып жүр. Қазақтың салтымен Ертуарды әкесімен меймандыққа шақырып төр көрсеттік. Ертуар күйеуіме қатты ұнады. Мынау бір ел билейтін бала болғалы тұр екен. Әттең осы білімнің Қазақстанға келіп, ел пайдасына жаратса ғой деп қояды.
Сенесіз бе, сенбейсіз бе, ертесінде бір әйел хабарласты телефоныма. Мен Толғанай Берсінбаеваны бірден таныдым. Женпиде тарих факультетінде бір оқығанбыз. Екінші курста оқудан шығып қалған деп тұр. Арғы тарихын білмеймін, өзім суреттен таныдым деді. Білесіз бе, қайсы облыстан еді деп мен де қоймаймын тақымдап. Ең болмаса туған жерін білейін деп. Осы Алматының маңайынан Нарынқол жағынан болар. Қытаймен шекараласпыз деген естігенім бар. Өзі көп сөйлемейтін тұйық қыз болатын деді бар білгенін ақтарып хабаршым. Теледидар да іздеп жатты ғой, бірақ айқынға бергенді жақсы болыпты. Газет халықтың хам көзі хам құлағы деген рас екен. Халық көзбен көріп құлақпен тарата бастады. Енді Толғанай Берсінбаева деп іздеуге көштік. Алматы облысы бойынша мұрағаттардың анықтама бөлімдеріне сұрау жібердік. Хабардан аты жөнін толықтырып айтып тағы хабарлады. Газеттің қолдан қолға, құлақтан құлаққа жылдам жететініне тағы куә болдым. Ертеңде тағы бір әйел телефон шалды. Ол тіпті Толғанайдың курстас досы болып шықты. Солай да солай, баласын тартып алып Толғанайды қаңғыртып жүрген ана оңбаған байық түріктер туралы да маған айтқан. Түркияда келген соң оқуын қайта жалғастыра алмады. АХБК жұмысқа тұрып жатақханасына жатты. Содан келді жылы өзінің елдегі бір танысына күйеуге шықты. Ол әйел өлген, 3 баласы бар қойшы болатын ды. Байғұс Толғанай сонымен қой бағып тауа асып кетті. Хан Тәңірдің етегінде жайлауымыз бар дейтін, одан кейін хабарым жоқ деді. Естігенімді әкел балалы екеніне жеткізгенімде Ертуар сорланам деп жылап жіберді. Кінәлі әке ұлының бетіне қарай алмай жер шұқыды. Шыдай алмай арбасын жылдам дөңгелетіп жатып бөлмесіне тартты. Мүмкін ол да оңашада жылап жатқан болар. 1:07-ден соң қымбат хабарласты. Таптық деп бірден сүйінші сұрады, қуанып тұр. Менің де жүрегім аузыма тығылды. Екеуміз кездесіп мән-жайды талқыладық. Шынымен сол ма, нақтылау керек еді. Аллада Толғанайға қарасты ма, байғұс қыз кезіндегі тегін ауыстырмапты. Сол арқылы оңай тауып алуға жол ашылды. Алматы облысының Қытаймен шекаралас Қ деген елді мекенінде өмір сүріп жатыпты. Жолдасы қойшы, 6 баланың анасы болыпты. Суреттегі факспен жіберіп аудандық ішкі істер басқармасы арқылы тағы анықтап алдық. Дәл өзі деген жауап келді. Ал енді ол 6 баласын бағып отырған, малын тастап бізге келе алмайды. Біз баруымыз керек деп жас болса да көпті көріп талай табыстырып жүрген қымбат. Біз болғанда кімдер жарымжан еркекті несін әурелейміз, ол да алып кешікпей жолға шығайық дедім мен, өз жағымды түгендеп. Толғанайдың жайлауы Шәлкөде деген жерде көрінетін. Ол Тянь-Шань тауларының қойындағы қырат, оған анау-мынау көлік көтеріле алмайды, белі мықты машина керек деді хабардағылар. Не проблема, деді әңгімені тыңдап отырған Ертуар жағдай түсінген соң. Тікұшақпен неге бармаймыз дейді. Біздің елде тікұшақпен жай адамдар ұшпайды. Оны төтенше жағдайда не медициналық көмекке пайдаланылады. Тау тасқа еркін шығатын джип деген мықты көлік бар. Соны тапсақ жарар еді дейміз біз. Тікұшаққа жалдауға болмай ма дейді ол ғой, байдың баласы. Біз көзіміз бақырайып бір-бірімізге қараймыз. Ұшақ жалдап дегенді кім естіген дейсің? Есіме әжем айтатын. Аштықтан ойнауға шамасы жоқ кедей баласына байдың баласы сыр күрішке тойып ойнай бермейсің бе депті деген есіне түсті. Жанымдағыларға сол аңызды айтып беріп бір күліп алдық. Журналистерді араластырып жүріп Ертуардың қыруар ақшасына жалданған тікұшақ таптық. Анасын аңсаған ол да ес жоқ, қуанып жүр. Не десе де көнеді. Әйтеуір анасын көргенше асық. Сонымен хабардың продюсері, журналист пен оператор бар. Ертуар екеуміз болып ұшқышпен 6 адам көкке көтерілдік. Алматыда шықса бір тәулік уақыт кететін. Шәлкөденнің жайлауында 1 сағаттан аса жетіп келдік. Жасыл жайлаудың жазын қонған тікұшақты шопандар қоршап алды. Келді деген хабарларыңызды естігенмін. Дәл осындай аспаннан түсе қалады деп ойламап едік деп Толғанай қарсы алдындағы жүрегі жарыла қуанды. Анасына аспаннан баласын түсіріп бергендей болдық қой. Толғанайдың күйеуі нағыз ертегінің батыры дерсің. Сүйекті, ақкөңіл, нағыз аузын ашса жүрек көрінетін жан болып шықты. Жағдайды білген соң балам келді деп қуанып бір тайды ағыл бұрды да бата алып бауыздап жіберді. Біз хикаямызды айтып шыққанша ана мен бала бір-біріне жолай алмай тұрды. Бір анасы, екіншісі баласы екендігін білгендігі, табысқандарын көрудің өзі бізге оңай болмады. Хан Тәңірдің бауырындағы хан жайлауында 30 жыл екеуі екі мемлекетте жүрген ана мен бала жылай құшақтасқанда тау тебіреніп, жер қозғалғандай. Көрген жан тебіреніп, сол маңда күн тұтылды деуге де болатын еді. Толғанайдың ер жетіп қалған 4 ұлы әкелерімен бірге қолда-аяққа тұрмай қызмет жасап жүрді. Біреу ет жайғап, екіншісі дастархан абас көз болып, үшіншісі қонақтарды күтіп шапқылайды. Көздерінен от жанады. Таудың жігіттері осындай болады деп ұшқышымыз оларға қызыға қарайды. Операторлар әр сәтті қалт жібермей түсіріп жүр. Журналист маңайындағы әрбір адамды сұхбатқа тартып өз ісін атқаруда. Келесі сенбідегі бармысың бауырымның негізі салынып жатты.
бесін ауа шал көдедегі ат тұяғы жетер құлақ естір жердегі малшылар құлақтанып дәу жайлаған төбеге жиналып жатты. Толғанай ақ орамалын желбіреп, көк көйлек көлбеңдеп, қаныштан жүрегі ауып ұшып барып, дастарханға төгіп бабына келген бал қымызын сапырып ұсынуда қонақтарына. Жат жерде көтеріліп қалған ұлы ат жалын тартып мініп, өзі деп келген байғұс анамның бақыттан жүзі балбұл жанып, баласына көз тоймай қарай береді. Ертуар да менің ұлым, осылай болса дейтіндей ақ оғлан ғой, қалай қарамасын. Жиналған қауым әуелете ән салып, күмбірлете күй төгіп, небір әңгімелерді айтып тамсанып, түнді таңға аластырып, тойлап ана мен баланы табыстырып тарқастық. Малды өріске шығарар алдында тойшы қауым анасын іздеп, Анадолыдан келген ұлымен қимай қоштасып, тік ұшаққа аттың үстінде отырып қол бұлғап тұрды.